қандай тәтті ғой Жібекжан. Болды, мен шығам. Шаршадым бәрінен. Шамасы мына қыз күйеуге шығайын деп жатқан сияқты. Қой, әшейін шығатын шатырына шығамай жүрген жер. Рас айтам деймей. Екеуміз мына жерде таласып отқан кезде біреуге қармағына іліп алып кеткен сияқты. Қой, басымен сөйлесіп жүр ма не? Шықсаң шыға бер. Маған қарсы шығады ғой. Мінезін көрсет. Ардақ, Ердос, бізге сол керек пе? Бізге сол керек-ау, керек. Анау шығып кетсе ертең базарда балық сатып жүреді ғой. Әлде базарға тағы кіріп кетсем екен жұмысқа? Сендер не, жылағансыңдар ма? Енді қалай жыламайсың? Көз алдыңда анандай аққу тұрмысқа шығып бара жатса. Соны айтам. Қайдағы аққу? Қайдағы тұрмысқа шығу?
шешіп алып киіп алып ұятпап. Аш телевизорды бәрі саған қарап тұр. Маша осы. Нағарыш қандай тәтті, мысық. Тәтті самса де. Мен айттым ба? Бітті. Кеттім мен. Чао, Дәурен, пао. Жақсы жұлдыз. Сондай. Мысықтан қорқам деп қалай айтайын, ұят емес пе? Неге ұят емес пе? Достар, қараңыздаршы қандай тәтті мысық. Мурка екеуміз ұтыс ойыннан өтсек қатысасыздар ма? Дәурен, Ау, келші. Мурка екеуміз суретке түсіп, сөйтіп инстаграмға салып қояйық. сосын халыққа не дейсің көрермендерге? Біз сәбилі болдық деп Мурканың суретін салып қоясың ба? Салсақ не бопты? Қараш қандай тәтті мысық. Отыршы Дәурен, түсек суретке. Қараш қандай әдемі мысық. Ойбай, ой, ішім қазір. Бір келеме. Ойбай. Дәурен, Оу. тисон. Дәурен? Дәурен, Оу, қазір. Дәурен, не істеп кеттің? Қағыз жуынып алайын. Мына мысықтан қалай құтылсам болады екен, а? Болшы енді. Қазір жуынып алайын. Шықтың ба? Я, осы бір мысығыңды мазамдап жүрдің ғой кәдім. Екеуің тастап кетем ау осы. Парақшаңды таста да кете бер. Мур жұлдыз деп өзгертіп алам инстаграмды. Ес Кетсек те енді. шылдап кәдімгі. Суретке ма? Иә, қараш қандай тәтті. Айтпақшы мен мысыққа аллергиям бар екен. Ой, әрсіз кәдімгі. Аллергиям болса неге ерте айтпайсың? Ұмытып кете берем, не бар? Айттым ғой аллергиям бар деп, әрсіз кәдімгі. Ол да біліп тұр, маған аллергиясы бар, жібере салшы құрсын. Жақындатпашы, айттым ғой мен саған. Не көріндің? Тұра тұр, маған қоңырау шалып жатыр. Алло? Иә, саламатсыз ба? Аха, жасаймыз жарнама. Жануарлар үйіне? Бір сұрақ бар еді, ол жақтан мысық бар ма? Атын айтпаңшы, атының өзіне аллергиям бар мен мысыққа. Жарайды, олай болса мен жұлдыздың өзін жіберейін. Өзі барып сіздерге әдемілеп тұрып жарнамасын жасап береді, ақшасына өзімен келсе қоярсыздар. Аха, жақсы сау болыңыз. Иә, мекен-жай жіберіңіз. Бұл жарнама жасауға барасың сен. Айтпақшы, мысықты да бірге ала кет, жануарлар үйі ғой. Сосын сояқтан мысықты тастап кетші. Сатып жібер. Жарайды. Киса. Қайда кетіп қалдың? Киса. Өтірік жүгіріп жатырмын, әлдеші мен. Біздің үйдің хан шайы ма келді ғой? Иә. Сен шынымен де мысық тастап кеттің бе жануарлар үйіне? Иә. Сен менің аллергиям кетіп, мұрнымның тыныс алуы өзгеріп, күшті болып қалдым бар ғой. Таза су айтып өтірік шекесің бар ғой. Ой, мен неге? Аллергиям бар деп өтірік соға салмай, қорқақпын деп бірден айтпайсың ба? Ой, мен қорқпаймын да. Ойбай, мысық үйде жүр сен бөлмеңде. Мысық үйде ма? Қойш, өтіріксің. Отыр осы жерде, қорқақ. Мысықпен өзім жарнама түсіремін. Мурка, алғашқы жарнамамыз түсірейік. Мурка. Алланың шынымен де парақшаны Мур жұлдызды өзгертіп алайын деп жатқан жоқ па?
не сен жаттың ба? Ой, жоқ. Бүгін үйленейін деп жатырмыз. Соған құжаттарды реттеуге бара жатырмыз. Ой, ше. Я бақытты болыңдар. Рахмет аға. Күшті, қараш. Ажырастым басам, шаршаттың осы сен мені. Сен де мен шаршаттың, біле білсең. Айттым болды. Баяғыда қандай едің үйленбеген кезде? Қазір қалай өзгердің де кеттің әлі. Ойбай, сенші, үйленгеннен кейін бір түйір гүл бермедің ғой. Болды, басымды ұртпашы. Ажырасамыз бітті болды. Мен де ажырасам, болды. Тоқтаңыздаршы. Сонда үйленгеніңізге қанша болды? Бақандай 27 күн болды. 27? Не үшін ажырасайын деп жатсыздар? Ой, мына ғой, үйге ішіп келіп берекемді қашырсын. Әй, сенмен тұрғанша есік алдында итпен тұрғаным артық. Итпен тұрып жатқан жоқсың ба енді? Күніге иттің ұясын алып келіп. Қарашы, қалай осы солыстықты сөйлейді? Қалай тұрасың? Тоқтатыңдаршы, айналайындар. Не істеп жатырсыңдар сендер? Жастарға не өнеге беріп жатсыңдар сендер? Енді ғана міне неке сарайына барып қосылып бақытты болайын деп жатқан кезде. Баяғылар қалай шешкен, а? Қалай шешкен? Қалай шешкен? У-шусыз шешкен. Үлкендер жиылған, жаңағы мені ортаға алып, содан кейін барып мен шығарып жіберді ма? Басты қатырмаңдаршы, адам басын қатырып жібердіңдер ғой. Не істейміз? Шамалы ойлана тұрамыз ба? Құмаш жан келесі ай той ғой. Оның үстіне сенде ойланатын мүмкіндік те жоқ. Көрдің ба жастарды? Бір-біріне жан деп сөйлейді. Сен маған қашан жан деп айттың? Қайдағы жан? Ары келсе қатынсың ғой. Бұл еркегіміз әлсіз әлі, өспеген. Әлсіз еркек емес, жан деген сөз сыйлайтын деген сөз. Ақымақ. Нақса біз шыға тұрайық, Тұра тұрыңшы, айналайын. Жоқ, сен маған қашан соңғы рет жан деп айттың? Ұрысып болған соң айтарсыңдар, Жағылысып қоймадыңыз ғой. Не қарап отырсыңдар? Концерт көріп отырсыңдар ма? Концерт демегенде не мынау енді? Айтшы деймін саған. Соңғы рет маған жан деп қашан айттың? Айналайын-ау, жан дейсіз, жан! Жан. Бірдеңке болды ма? Қандай күшті тағы айтшы. Жан. Құлпырып қоя берді ғой, мынау жан деп. Жан. Осылай айтсаң, ұрыс болмайды ғой. Болмай ма? Күшті. Сот білесіз. Үйге қайттық. Есік ашып кел. Ұрыспаңдар, бақытты болыңдар. Көкелерін, сендер не істейсіңдер, Мына кісілер кәдімгідей ойландырып тастады ғой, Айтып тұрмын ғой саған, ойланатын мүмкіндігің жоқ деп. Сақина салдың, оны видеоға түсірдің. Жарты әлемге жар салдың ғой. Кеттік аға неке сарайына. Кеттік па? Болдың да неке сарайына. Махаббаттың қыды өткіші әлейлер. Табыстырған екі жастың жібегет. Опа! Кеттік. Құлақ қапта, телефонда бар бізде. Досым оқ созбай кел бізге. Ақын болып кеткенсіз ба? Ой, мен саған мынау үшін ақын болу керек болса, ақын бола салам ғой. Қойыңызшы. Бағанадан бері қарап тұрсам, тауарларыңыздың сапасы төмен екен. Қытайдан алдырасыз ғой деме? Қартынан олар сөз. Қарасай таза оригинал. Шымкенттен шығады. Майдан чайный завод. Сонда заттардың бәрі Шымкенттен алдыра ма? Әрине, сенде де тұр міне Мадин чайын деген. Барып келсе, не іздедің, айтшы, келші. Жігіт, келші, бәрі бар. Не керек? Маңда аккумулятор бар ма? Қуасың ба сен? Қандай аккумулятор? Ұялы телефон сататын жер ғой мына жер. Аккумулятор сататын жаққа қарай өтіп жатыр едім ғой. Бауыр, бергешті. Сен аккумуляторды қайтесің. Мына ұялы телефоның ескірген сенің. Сен жаңасын алсай? Жаңасын? Қой жоқ, кеше ғана сатып ал. Кеше ғана алсаң, бүгін ғана шыққаны бар ғой. Бүгін сен осы жерге келе жатқан кезде 15 минут бұрын шыққаны бар. Қайсы көрсетші? Міне, қарашы. Бұндай тек қана сенде және Нұрлан Еспанов болады. 13 минут бұрын алып кетті. Аласың ба? Мықты. Бұл телефонды алсаң, өкінбейсің бауырым. Бұл телефонды алсаң, азында ұтып жұтасың ғой. Өзі кеп, дұрыс-ай, деп айтады саған. Кәдімгі әйел керек емес қой бұл телефонды алсаң. Өзі суға төлейді, светке төлейді, бәрін істейді өзі. Қанша деп отырсың? 100 мың деп тұрмын.
30 мыңға берем саған. Жони, құлаққап пен чехолды сатып бер. Бауырым, мынау чехолды, мынау құлаққап оригинал. Мынаны қосып алсаң 50 мыңға берем саған. Так, менде 50 мың теңге бар, бара. Қас аккумулятор қосып бересің ба? О, қалай болады екен? Дос, өзіміз ғой. Мен де Шымкенттемін ғой. Қарсы бетте автоөлшек сатамын ғой. Қуасың ба, жаңадан бері айтпайсың ба Шымкенттемін деп. Енді өзің ғой кетіп батқан адам тұрғызып қойған. Кетші бар. Құр. Жақсы, дос. Дос. Чехол мені құлаққапты қайтарсай, дос. Нұрлан Испановта ғана бар ғой, дос. Алшы мынауың. Кетші бар. Амайттың да бар. Қалайсыздар? Жақсымыз. Айта беріңіз, жақсымыз. Мынау өзінің 2-3 номерін салып жүрген телефонда. Жайфон. Я, жайфон. Осының қызыл батырмаш жасамай қалды. Оның ешқандай несі жоқ қой. Сөйлесіп атқан адамға айтасың ғой. Тұтқаны баса сал деп. Болды ғой. Осыған басым жетпей тұрет мен. Осының енді өшіп қалғаны болып тұр ғой барлық мәселе. Өшіп қалғанды мен бірден оятам ғой, білесің ба? Өткенде бір жолдас балам тойға барған ғой. Өшіп қапты. Таңертең сорпасын беріп қосып алғансың ғой. Қанша болады енді қысқасынан? 5 теңге болады. Мынау өзі 2500 теңге тұратын телефон ғой. Мен сенен қанша тұрады деп сұрап тұрған жоқпын. Мен қосуды айтып жатырмын. Қосу 5 мың болады деймін. Одан да 2 телефон ала салмайын ба осындай? Сол ақшаға. Барып ала салмайсың мен. Маған не дейсің? Сау болыңыз. Сендер қайда бір күш жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық, ағай? Аким клубы болайын деп жатыр. Қашан? Ертең? Ағай, ертең мен салонға жазылып қойып едім. Болатын бұл, мына тырнақтың быт-шыты шықты ғой, арасынан доптың іші шығады. Салон емес? Айналайын, жүлдеге, бас жүлдеге 200 мың теңге тігіп жатыр. Соны ұтып алсақ, бәріңді саудаға салонға апарамын. Қыздар, күштілеп дайындалайық. 200 мың теңге ұтып алсақ, салонға барамыз. 50 мың теңге десей? Жаңа ғана 200 мың теңге деген жоқсыз ба? Енді ол ұйымдастыруға бөлінген ақша 200 мың теңге. Ал ұстайтыны бар, жолда комиссиясы бар. Сонымен бізге 50 мың теңге тиін деп тұр ғой. Егер де бірінші орын алсаң, Жарайды, 50 мың теңге де ақша ғой. ақшасы ақша ғой. Сонда да дайындалу керек те 50 мың теңгені ұтатындай. Ағай, енді ертең әкім кубок екен, әдем болып барайық та. Әдемі өліп құтылып жатсаң не істейсің? Дайындалыңдар одан да. Бәрің дайындалыңдар. Айым дайындалмай қойсын. Ағай, сіз үнемі солай жасайсыз, айымға ештеңе жасатпайсыз. Болды, ауыз жоқ, болды. Тұрыңдар, бәріне дайындалыңдар. Пара, қалайсың? Қалай? Тоқа, шоқа. Пара, қара. Ана, айтпашы. Жауап дейсің бе? Аким клубы болмайтын болды ғой. Қош. Не болды? Білмеймін. Белгісіз бір нәрселер болды, болмайды деп. Мен жаңа қыздарға айтқаным, өздері дайындалып жатыр еді. Енді қалай жеткіземін? Дұрыс, дайындала беріңдер. Артықтың ба дұрыс қой. Не болды? Оған ана қарыздатты да төлейін деп қойған едім. Не дейсің? Жарайды, істейміз. Жақсы онда. Жақсы. Қалай? Қыздар, жиналамыз. Дайындық қаншалықты қиын болған сайын өздеріңе пайдалы болады, қыздар. Түсініңдер соны? Ағай, шаршап кеттім, кішкене демалғасам бола ма? Иә, демалып алу да өте пайдалы нәрсе негізінде. Рахмет, ағай, әйтпесе шаршап кеттік. Мен саған емес, айымға айтып жатырмын. Сол ағай, осы жаттығулар керек емес қой. Біз дейтін допта аяқпен емес, қолмен ұрамыз осы. Мана қызға бірдеңе баста бірдеңе тимейді. Сен миыңмен ойланып, аузымен сөйлейсің ғой. Сондай сияқты ғой. Тым түсінбедім. Сен әлі кішкентайсың, кейін түсінесің. Ағай, әкім кубогынан бірінші орын алсақ тек салонға ғана апарасыз ба? Қайда барғың келеді сенің? Мен ба? Мен Европаға барғым келеді. Сөмкемді асып алып, қалаларды аралап жүргенге не жетсін? Иә, барлықтарыңды апарамын. Иә. Ағай, қашан барамыз? Ақшаларыңды жинап қойғанда айтыңдар, сол кезде апарамын. Ой, ағай. Жоқ, ағай бар ғой, осы айым күйлеріміздің араларыңызда бір нәрсе
бар. Неге бізді бөлектей бересіз айымнан? Айым, сен анау допты алып келші, бар. Бар. Қыздар, жиналыңдаршы. Бұл нәрсені ешкімге айтпайын деп шешкенім, айтуға тура келіп тұр. Сендер дұрыссыңдар, айым ауырады негізі. Оған күнде болмаса күнара көңіл күйін көтеріп тұратын сөздер айтып, жүрек жылуын білдіріп тұрсақ артық етпейді. Ағай, сіз қандай мейірімдісіз. Ол аурудың емі бар ма? Тұмау ғой. Ой, ағай, тұмаумен кім ауырмайды дейсіз? Шыныңызды айтыңызшы, сіз айымды ұнатасыз. Бол, тыныштал. Тұрдар орындайыңа, жиналыңдар. Тыныш. Сендерге айтар бір екі жаңалығым бар, қайсынан бастайын? Ой, ағай, жұмбақтамай айта беріңізші, бәрібір еститін нәрсе ғой. Әкім куға болмайтын болды. Неге ағай? Әкім ішкі. Әзіл ғой. Анау қарсылас командалар ойнамаймыз деп хат жазып кетті. Енді бізбен кім ойнағысы келеді дейсің, бәрібір қызық болмайды ғой. Мына қызға ше, шынымен деп бірдеңе жетіспейді. Мен айтып тұрған жоқпын ба? Командалар ойнамаймыз деген. Біз бармай жатып қорқып тұрған жоқ па? Ағай, салон ше? Қыздар, құр босқа уақытымызды кетірдік, салонға барып демалу керек еді одан да. Құр босқа кеткен жоқ ешқандай. Ертең келесі жарыстарға дайын жүресіңдер. Мәндер дайындалыңдар. Дайындықты артық етпейді. Дайындалыңдар, жүгіңдер. Не? Ағай, мен де ма? Сен де дайындал.